Қайырлы күн, достар. Бүгін біз духовкасы дайындалатын әрі қамырын жаймай-ақ табада пісіруге болатын торт жасаймыз. Тіпті өзім де осыншалықты дәмді әрі нәзік болып шығады деп ойламадым. Сол үшін видеоны соңына дейін қарап, сізге де жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны салып, шым-шым тұз сеуіп, миксердің жай жылдамдығынан миксерлей бастаймыз. Содан кейін үстіне шекерді сала отырып, әппақ болып көпіргенше жақсылап миксерлейміз. Бұған шамамен 5-7 минуттай уақыт кетеді. Миксерлеп болғаннан кейін жұмыртқаның үстіне 1 пиала сұйық майды құйып, тағы да аздап миксерлеп аламыз. Оның үстіне 1 стакан сүт қосып, аздап миксерлейміз. Содан кейін оның үстіне 1 шай қасық қопсытқыш саламыз да араластырып аламыз. Оны жұмыртқалы массаның үстіне електен өткізе отырып, 2-3-ке бөліп саламыз. Мен бұл жерде миксердің ең жай жылдамдығымен араластырып жатырмын. Егер сіз қаласаңыз, шанышқымен де араластыруға болады. Торттың қамырын осылайша тез жасап алдық, ал оның қоюлығы видеодағыдай болып шығады. Енді табамызды қыздырып алып, азғантай ғана сұйық маймен майлап аламыз. Содан кейін табамызға 1,5 ожау қамырды құйып, 1 келке етіп жайып шығамыз. Мендегі табаның диаметрі 18 см. Газдың астын орташа отқа қоямыз да, қақпағын жауып, шамамен 2-3 минуттай ұстаймыз. Қақпағы осылай буланған кезде ашып тексеріп көреміз. Егер қамырдың беті де құрғақ әрі асты да қызарған болса, екінші бетін ауыстырып қоямыз. Екінші бетін де шамамен 1-2 минуттай пісіріп аламыз. Бірақ бұл жолы қақпағын жаппаймыз. Барлық қамырды осылайша пісіріп шығамыз. Осы қамырдан менде 6 корж шықты. Арасы да мінекей көріп тұрғаныңыздай толықтай піскен. Егер корждардың диаметрі бір-бірінен сәл үлкендеу болып жатса, онда артық жерін осылай кесіп алып тастасаңыз да болады. Енді кремін дайындаймыз. Мен қаймақты крем қолданатын боламын. Сол үшін маған керегі қаймақ 20%, қант ұнтағы және ванильді қант. Қаймақтың үстіне жарты шай қасық ванильді қант және қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Бар жоғы 2 минутта креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинақтаймыз. Алғашқы коржды қойып, 2-3 ас қасық кремімізді жағамыз. Одан кейін келесі корждарымызды қоя береміз. Осылайша тортымызды толықтай жинақтап аламыз да, тоңазытқышқа салып, 1 түнге қалдырып қоямыз. Сол кезде кремі жақсылап сіңіп, жұмсақ, нәзік болып тұрады. Ертеңінде торттың кремі ақпай, өзінің формасын жақсы ұстап тұрды. Енді сәндей берсек те болады. Мен шоколадты ганажды қолдандым. Оның құрамын видеоның астындағы описанияда толық жазып қоямын. Сіз қалауыңызға қарай түрлі жемістермен, құлпынаймен сәндесеңіз де болады. Ақ шоколадты пышақтың көмегімен майдалап үгітіп алдым да, ганаждың үстіне сеуіп шықтым. Сол кезде тортымыз одан сайын әдемі бола түсті. Ал торттың дәмі қаймақты креммен өте күшті үйлесіп, дәмді болып шықты. Біздің үйдегі кісілерге қатты ұнады. Жасалуы оңай әрі қарапайым заттардан тұратын торттың рецепті ұнаса, каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіп қойыңыз. Сіздермен болған Замира.